Бонапарттың империясының құрылуы және де сол империяның құлдырау себептері деген тақырып өтеміз. Жалпы француз буржуазиялық революциясы білесіздер, өтіп қой. Француз буржуазиялық революциясы қай жылы басталған еді? Қай уақытта басталған еді? 18-ші ғасырдың соңында, 1789 жылы 14-ші шілдеде басталған еді. Ал жалпы бүгінгі тақырыптың негізгі мақсаттары тарихи оқиғаларды, жалпы өнер туындыларын пайдалана отыра талдау және империалистік соғыстардың әлемдік саясаттың өзгеруіне ықпалын бағалау, Наполеонның соғыстары, жалпы Наполеон жаулап алған жерлерде қандай саяси өзгеріс, саяси режим орнады, сол туралы айтамыз. Және де үшіншісі ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға несі ықпалын анықтау. Біз ағартушылық дәуір туралы өттік, жалпы. Ағартушылықта Жан-Жак Руссо, Шарль Луи Монтеске, тағы да Франсуа Мари Аруэн Волтер деген кісілерді өттік. Сол кісілердің еңбектерін талдадық. Одан кейін қандай мемлекет туралы айтты? Құқықтық мемлекет туралы айтылған еді. Біз ол туралы өттік. Сол жалпы француз ағартушылардың идеялары осы Наполеонның кезінде не істей бастады? Іске аса бастады. Сол туралы айтамыз. Ал бағалау критерийлері бұл жерде Наполеонның жеке басын сипаттау үшін Дэвид және Яларыш суреттерін түсіндіреді, және де Наполеон билігінің келу себептерін анықтайды, және бірінші Наполеон жорықтар әсерінен әлемдік саясаттың өзгерістерін анықтайды және бағалайды. Наполеон басып алған елдердің дамуындағы өзгерістерді анықтайды, ағартушылық идеялардың осы өзгерістерге әсерін анықтайды. Осындай критерийлер бар, жалпы оқушылар. Ал біз енді тақырыпты бастаймыз. Біз білеміз, жалпы Якобшілдер диктатурасын білеміз. Якобшілдер диктатурасында Максимилиано Робеспьер деген диктатор болған. Сол диктатор биліктен кеткеннен кейін билікте не орнады? Директория. Директория дегеніміз ол атқарушы билік. 5 адамнан тұратын атқарушы билікті директория деп атады. Ол 1795-1799 жылдары билік құрды. Директория кезінде кім тарихи сахнаға шыға бастады? Біздің бүгінгі өтетін басты тұлғамыз Наполеон Бонапарт тарихи сахнаға шыға бастады. Өйткені директория кезінде әскерді кім басқаратын еді? Наполеон Бонапарт басқарған. Генерал Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт 24 жасында генерал болған. Осы генералға байланысты Бауыржан Момышұлы не айтқан еді? Генерал болуды армандамаған солдат емес деген еді, жалпы. Және де осы директория кезінде өзі Францияның ішінде буржуазиялық революция болып жатқан кезде буржуазиялық революциядан олар неге бірден өтіп кетті? Жаулаушылық мемлекетке айналды. Жаулаушылық дегенде басқа мемлекеттердің істері жаулап алады. Метрополияны ел денеді. Метрополия деген отары бар? Ел. Ал жалпы осы Наполеонның кезінде осындай жерді естеді, жаулап алды. Ол Наполеон жорықтарының нәтижесінде 112 мемлекетті жойып жібереді. 112 мемлекет. Ойлаңдаршы, Европада ұсақ 112 мемлекет болады. Солардың барлығын Наполеон істеді, өзінің құрамына қосып жойып жібереді, жалпы. Ал 1700 Наполеонның жорықтары, директория кезіндегі жорықтары, жас генерал Наполеон жалпы 1796 жылы қай жерге бірінші басып кірген? Италияға басып кіреді. Италияға басып кіріп, Италияда 97-99 жылдары ол жерде Францияның жаулап алған жерлерінде не орнығады? Республика бар,
құрылады. Сөйтіп Наполеон өзінің беделін, абыройын арттырады. Сөйтеді дағы 1798 жылы қай жерге шабуылдайды? Египетке. Бірақ Египетте оларды кімдер күтіп тұрған еді? Ағылшындар мен Египеттің әскері күтіп тұрған еді Нельсон жағалауында. Осыған тап болады дағы француздар не істейді? Жеңіліп қалады. Сөйтіп Наполеон жараланып, әлем дегенде қайда қайтып келеді? Францияға қайтып келеді. Сөйтеді дағы ол Викторияға сенімсіздік білдіреді. Осыған сәйкес Викторияға қарсы не ұйымдастыра бастайды? Көтеріліс жоспарын ұйымдастыра бастайды. Сөйтіп 1799 жылы 9 қарашада мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырады. Сөйтеді дағы ненің өмір сүруін тоқтатады? Директорияның өмір сүруін тоқтатады. Ол енді 5 адамнан басқарылатын атқарушы билік емес, енді ол кімге беріледі билік? Консулға беріледі. Наполеонға беріледі. Наполеон 3 консулдық билік қалыптастырады. Бірінші консул өзі болады. Қалған 2 консулды өзі істейді, басқарып отырады. Және де осы консулдық жүйеге байланысты Франция Республикасында әрі қарай консулдық басқару жүйесі қалыптасты. Сөйтеді дағы 1799 жылы жалпы билікті өз қолына алды. Келесі. Жалпы сөйтіп өз қолына билікті алады. Сөйтеді ол жерде консул сайланбалы еді. Сайлау арқылы, халық сайлау арқылы келеді. Бірақ Наполеон халық сайлауын не істегісі келмейді? Жалпы халықтық билікті орнатқысы келмейді дағы 1804 жылы бірінші республиканы таратып жібереді дағы. Оның орнына не құрады? Бірінші империяны құрады. Сөйтіп бірінші империя жарияланды. Француз империясы. Ал француз империясының билеушісі Наполеон Бонапарт. Өзін бірінші Наполеон деп жүреді. Сөйтіп Наполеон Бонапарт әрі қарай өзінің ішкі саясатын реттеу үшін, экономикалық жүйені реттеу үшін ол не шығарады? Заңдар жинағын шығарады. Оның заңдар жинағы қалай аталады? Наполеон кодекстері. Бүгінгі күнде де ол қолданылады жалпы. Наполеон кодекстері, 3 Наполеон кодекстері бар. Біріншісі азаматтық, екіншісі коммерциялық, үшіншісі қылмыстық. Ол кодекстер менің Францияда жойылғандығын түпкілікті бекітіп берді. Феодалдық құрылыстардың жойылғандығын түпкілікті бекітіп берді. Жалпы азаматтық кодексте ол мұрагерлік туралы енгізеді. Онда мұрагер екінші Наполеон деп жариялайды. Ал коммерция ол экономикаға байланысты болды. Ал қылмыстық Наполеонға қарсы шыққандардың барлығын қандай жазаға тартады? Өлім жазасына тартады. Тағы да бұл жерде экономикада тағы өзгерістер болды. Оқушылар, мына жерде реформалар Францияда экономикалық дамуына ықпал етті. Ауыл шаруашылығы табысты түрде дамыды. Француз банк құрылды. Осы уақытқа дейін Францияда банк болмаған. Ол жерде банктерді қай мемлекеттің филиалы болған? Италияда Флоренция деген қаланың филиалы болған. Сол филиал арқылы банкты басқарған еді. Осы Наполеонның келуімен не құрылды? Француз банкі. Сөйтіп өздерінің несі қалыптасады? Ұлттық валютасы қалыптасады. Сөйтеді дағы мемлекетті әрі қарай күшейтеді. Және де біз өттік өнеркәсіп төңкерісі өттік. Англияда 18-ші ғасырда өнеркәсіп төңкерісі болса, 19-ші ғасырда Наполеонның келуімен Францияда өнеркәсіп төңкерісі орын алды. Және де әскери жабдықтарға көп көңіл бөлді. Және де экономиканың дамуына көп көңіл бөлді. Ол жалпы кәсіпкерлерді үнемі қолдап отырды. Қолдап отырғанда, мысал үшін техникалық өнеркәсіп төңкерісі техникалық жабдықтарды ойлап тапқан адамдарға не беріп отырды? Сыйлық, марапаттау
ретінде сыйлық беріп отырған. Сөйтіп экономикасын көтеріп алады. Және де Наполеон осы 10 жылдық соғысы кезінде нені күшейтеді? Францияны күшейтеді. Францияның сыртқы саясатын күшейтеді. Және де Европада, әсіресе Батыс Европада Франция бірінші орынға шығады, жалпы көтеріледі. Осындай несі орнаған еді. Және де капиталистік қатынастарды істейді, дамытты. Сөйтіп, Францияны жай ғана Франция корольдік емес, Франция несіне айналдырды? Империясына айналдырды. Мына көппен естіген барлығы Францияның несі жаулап алған жері, аумағы болды. Және де ол қай жерлерге қарсы тұрды? Ресейге қарсы тұрды. Пруссия, Австрия, Англияға қарсы тұрған. Ең басты жауы қай мемлекет болған? Англия болды. Молодец, өте дұрыс. Және де осы 1799-дан 1815 жылға дейін Наполеон билікке келгеннен бастап, ол биліктен кеткенге дейін жалпы немен болды? Соғысумен болды. Сөйтіп, соғысумен болады. Осыған байланысты жалпы соғыстары ең бірінші несі теңізде шайқасады, бірақ теңіздегі флоты, француздардың флоты, әскери флоты әлсіздеу болды. Осыған байланысты 1805 жылы күзде ағылшын флоты мен француз-испан флоты неседі Трафалгар мүйісінде ең ірі шайқас болады. Ең ірі шайқас болып, ол шайқаста ағылшын адмиралы, теңізші Нельсон кімдерді жеген? Француз-испандықтарды жегеді. Сосын Наполеон нені түсінеді? Біз ағылшындарды теңізде жеңе алмаймыз дейді. Сөйтіп, неде жеңеміз дейді? Құрлықта жеңеміз дейді. Сөйтеді де құрлықта шайқасуға көшеді. Әрине, ағылшындар теңізде флоттары күштеді, әскери флоты, ал құрлықта әскері әлсіздеу болды. Және де құрлықта ағылшындармен қандай соғыс жүргізеді? Басқа мемлекеттердің байланысқа кедергі жасайды. Сөйтіп, ағылшындарға қарсы соғысқан еді. Мына жерде Трафалгар мүйісіндегі шайқас болған, батыл болған, қазіргі тілмен айтсақ, сол батылда қайсы жеңіп шығады? Ағылшындар жеңіп шыққан еді. Жалпы мына жерде болды, мына жерде болады, ағылшындар жеңіп шығады. Осы кезде француз және испан флоты әлсіздігін көрсетіп қойған еді. Түсінікті ғой, иә? Ал енді келесі 1805 жылы желтоқсанда Аустерлиц маңында шайқас болды. Ол кезде орыс және Австрия әскерлері бірігіп қай мемлекетке соғысады? Францияға қарсы соғысады. Сонда Франция жеңіп шығады дағы, сөйтіп барлық әскерлері қайда қарай бұрады? Пруссияға қарай бұрады. Сөйтіп Пруссияға барып Берлинді басып алады. Берлинді басып алып, Пруссияны жойып жібермекші болды. Осы уақытта 1807 жылы Неман өзенінің жағалауында бірінші Александр, орыс патшасы бірінші Александр мен бірінші Наполеон кездеседі дағы Тильзит келісімшартына қол қояды. Ол келісімшартқа сәйкес Наполеонның жаулап алған жерлерін кім мойындайды? Бірінші Александр мойындайды. Молодец. Және де Наполеонға нені өтініш ретінде айтады? Пруссияны жойып жібермеуін өтініш ретінде айтады. Және де осыған байланысты неге Пруссия десек, Пруссия менен Ресей құдандалы дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан. Бұрынғы екінші Екатерина деген патшайымды білетін шығарсыздар, иә? Сол екінші Екатерина негізінде Пруссиялық неміс болатын. Осыған сәйкес романовтар қолы тұрмысқа шыққан, сөйтіп билеуші болған, иә? Сонымен туыстас болғанына байланысты Пруссияны жойып жібермеуін сұраған еді жалпы. Түсінікті ғой? Ал енді келесі
Жалпы Англия баста қарсыласы болады. Англия жалпы тек қана Англияны ғана жеңбеген Англия қалады. Сөйтеді Англиямен шайқаса құрлықтық блокада қояды. Бірақ құрлықтық блокадасына ағылшындар қарақшылық пен контрабандамен жауап береді. Француздарға не істейді? Бағынбаймыз дейді. Ал келесі Наполеон Испания тағына өзінің ағасы Жозеф Бонапартты билеуші етіп қояды. Жозеф Бонапартты билеуші етіп қояды. Ал осыған қарсы испандықтар ұлт азаттық көтеріліске шығады. Бірақ 1813 жылы ұлт азаттық көтеріліс жеңіспен аяқталды. Сонымен жалпы Наполеонның ішкі саясатында не шығарған олар? Наполеон не шығарды? Наполеон кодекстерін шығарды. Ал сыртқы саясатында Аустерлиц, Трафальгар шайқастарында жалпы шайқастарын ұйымдастырды. Аустерлицте жеңіске жетті, Трафальгарда жеңіліп қалған еді жалпы. Ал Испанияны өзінің ағасы кім деп атады? Өте дұрыс. Ал келесі Ал Наполеон әрі қарай өзінің қайын жұртына шабуылдайды. Қайын жұрты оның Ресей жалпы. Ресейге шабуылдайды. Бірінші Александрға қарсы соғыс ашады. 1812 жылы 24 маусымда. Ол соғыс Ресей халқы үшін қандай соғыс деп аталады? Кітапқа қарасаңдар болады. Бородино деген шығарманың авторы кім? Лермонтов болды. Дұрыс. Осы отан соғысында 1812 жылы отан соғысы болады. Отан соғысында ең ірі шайқас екеуінің арасында Бородино деген шайқас болды. Бородинода 1812 жылы 7 қыркүйекте Бородино шайқасы болады. Ол шайқаста кім жеңіске жетеді? Наполеон жеңіске жетеді. Сөйтіп Наполеон әрі қарай қай қалаға басып кіреді? Мәскеуге басып кіреді. Мәскеуге басып кіреді дағын. Мәскеуге басып кіреді дағын. Сөйтіп, не істейді? Қоршалған қамалдан қалғандай болды. Дұрыс. Өйткені қала халқына бірінші Александр сол кезде Ресейдің ең мықты қолбасшысы болған Кутузов деген. Кутузовтың алғырлығыменен Наполеонды жеңеді. Наполеон Кутузовқа бұлай тапсырма кімге? Кутузов халыққа бұлай тапсырма береді. Қаланы тастап шығып кетесіңдер дейді. Біз қаланы Наполеонға берген сияқты боламыз дейді. Сөйтеді дағын Наполеон келсе ешкім жоқ Мәскеуде. Ал қаланы тастап шығып кетті. Сөйтеді ол жерде біз жеңіске жеттік деп, ол не істейді? Тойлайды. Сол кезде Кутузов қаланың сыртынан өртеп жібереді. Ал Наполеон болса сол жерде жарты әскерінен айырылып, әлем дегенде қаладан шықты. Қаладан шықты. Сөйтіп, әлем дегенде қаладан шығады дағын, әрі қарай өз еліне қайтайын десе, қыстың суығына тап болады. Ресейдің қысы енді қалай болатынын білесіңдер ғой, суық болады кәдімгідей. Соған байланысты суыққа шыдамай тағы да әскерлері қырылып қалады. Сөйтіп, Францияға әлем дегенде жетеді. Сөйтіп, Наполеон мынандай күй кешеді. Осылай, Наполеон империясының күйреуі басталады. Иә? Қазір айтамыз оны. Ал сөйтіп, Наполеон империясының күйреуі басталады. Наполеон жалпы осындай халге түседі. Сөйтіп, Наполеонға қарсы 1813 жылы тағы да бір шайқас болады. Ол шайқастың аты халықтар соғысы болады Лейпцигте. Сөйтіп, ол соғыста тағы да Наполеон жеңіліп қалады. Наполеон жеңіліп қалып, қайда қарай жер аударылады? Элба аралына жер аударылады. 1814 жылы. Элба аралына жер аударылады. Элба, мына жерде Италияның маңындағы жер. Сол жерге жер аударылады. Сөйтіп, Наполеон империясы бітті деп 1814 жылы Вена конгрессін өткізеді. Вена конгрессіне 4 мемлекет басшылық етті. Вена қай жердің астанасы? Австрияның астанасы. Австрияның астанасы
Ол жерде 4 мемлекет басшылық етті. Қандай мемлекеттер? Жалпы Англия, Ресей, Австрия, Русия. Жалпы қазіргі Германия, бұрынғы Русия 4 мемлекет жалпы келісім жасайды. Сөйтіп, Вена конгресінің шешімі бойынша Франциядан жауап алған жерлерін қайтарып алады. Соныменен тағы да кімді билікке алып келеді? Вена конгресінің шешімі бойынша 16-шы Людовиктің інісі 18-ші Людовикті билікке алып келеді. Жоқ, 17 жоқ. 16-шы Людовиктің тағдыры немен аяқталған еді? Дұрыс, басын кескен еді, иә? Ал сөйтіп 18-ші Людовикті алып келеді билікке. 18-ші Людовик конституциялық монархияны қалыптастырды. Сөйтіп 18-ші Людовик билік құра бастайды. Ал Наполеон қайда? Элба аралында болды. Сөйтіп Наполеон ол жақта Элба аралында тыныш отырмайды, әрекет етеді, билікке қайтып келуге не істейді? Тырысады. Сөйтіп өзі сол жерде әскер жинап Парижге келеді. Парижге жасырын жолмен келеді. Сөйтіп Парижде кімді биліктен қуады? 18-ші Людовикті биліктен қуады. Сөйтіп 18-ші Людовикті биліктен қуып, билікті тартып алып, өзінің неше күндік билігін орнатады? Тапағандар 100 күндік билігін қайта орнатады. Сөйтіп 100 күндік билігін қайта орнатып, ең соңғы шайқасқа дайындала бастайды. Ол шайқастың аты Ватерлоо шайқасы еді. Ватерлоо шайқасы болған. Ватерлоо шайқасында 1815 жылы 18 маусымда Ватерлоо шайқасы болды. Ватерлоо шайқасында жалпы Европа Францияға қарсы 7-ші коалициясы, 7-ші одағы құрылады дағын, сөйтіп Наполеонды жеңеді. Сөйтіп Наполеонды қайда қарай жер аударады? Әулие Елена аралына. Сөйтіп Әулие Елена аралы ол Африка жақтағы арал еді, алыс арал еді. Соған байланысты сол жерге жер аударылады. Сөйтіп өз еліне осылай өз еліне қарап жалпы қайтып бара алмайды. Ал Наполеон жалпы 1815 жылы жер аударылғаннан кейін 1821 жылы дүниеден өтеді. Сол жердегі өзінің адамдары оны өлтіреді. Қалай өлтіреді? Дұрыс, молодец. Аралда өзі тұрады, сол жерде оны басқада грамма деген ашқан, иә? Көп ол жерде? Ешкім бағынбайды, уже биліктен түсті жалпы. Сөйтіп, Вена конгресі бойынша жалпы осылай істеді, ал Наполеонның билігі осыменен аяқталды. Ал біз кері байланыс жасаймыз қазір. Оқушылар. Наполеон айтқанша, Наполеонның жалпы бойы 1.60-ға жетпеген. Сондықтан ол не істеген? Сондықтан аяғына солай киіп жүрген. Одан кейін ол атқа отыратын кезде ол өзі бір адам оған иіліп тұрады, сөйтіп соған шығып атқа мінезі болады. Жалпы. Ал әлемде негізі бар ғой, бойы кішкентайлар әлемді жаулап алған және тарихтан қалған.
Шыңғыс хан бар. Шыңғыс хан бар. Ал Шыңғыс хан бар. Сосын Наполеон. Одан кейін Гитлердің де бойы қысқа болған жалпы. Ал келесі. Бұл суретте қандай бейне көрсеткен? Молодец. Соғысқа бара жатыр. Соғысқа бастап бара жатыр. Бұл я? Ал екіншісі, суреттегі кейіпкер туралы қандай да бір пікір қалыптастыруға бізге не көмектеседі? Оның күйеуіне айтсақ болады. Дұрыс. Қаһарлы екенін көруге болады, иә? Өте қатыгез болғандығы. Және де ол кезде билеушілер қандай ат мінген? Ақ боз ат мінген, ақ ат мінген, барлық ат мінген жалпы. Ана Осман империясындағы билеушілер де ақ ат мінген еді жалпы. Келесі. Картина қандай стильде салынған? Бұл баракко деген не бар? Баракко деген стиль бар өздерінде. Баракко деген жағын соған сәйкес салынған. Ал келесі Бонапарт деп жазып қойған. Келесі. Ау? Ана сөздің астында Жоқ, ол жолаушылық несіне байланысты айтылған солай. Ағай, мынау дерек үшін бар. Наполеон Ресейге қарсы соғысқан кезде қазақтар да болды. Аға, ол отан соғысына жалпы 1812 жылы кіші жүзден аттар сатып алған. Ресей патшалығы ат, мысалы үшін Бөкей ордасынан 48 мың жылқыны сатып алған. 1812 жылы. Одан кейін Нарынбай Жанжігітұлы, тағы да Бай Батырұлы деген кісілер сол соғысқа қатысқан. Кімді жеңуге? Наполеонды жеңуге қатысқан. Ресейдің атынан қатысқан. Ал бізде бұрын ол 7-ші сыныптың кітабында отан соғысы деп берілетін еді. Қазір оны алып тастады. Өйткені жалпы ол Ресейдің тарихына қатысы бар деді, Қазақстан тарихына қатысы жоқ деді. Ал келесі. Бұл жерде топтық жұмыс, бұл жерде жалпы сыртқы саясаты. Сіздер алыңыз сыртқы саясатын. Ал ішкі саясатын екі не алсыншы. Ішкі саясаты қандай өзгерістер болды ол жерде? Наполеон билікке келгеннен кейін. Мен айтсам республиканың билігін айналдырды және де ішкі заңдар ойлап тапты. Дұрыс, ол заңдар қалай аталды? Азамат кодексі деп аталды. Ол шеберінде азаматтық комиссия және жұмыслық болды. Сізге 10 қоямыз. Келесі, сіздер сол Наполеон шығарған кодексі Францияның өзгерді. Экономикалық дамуына және де не болды ол жерде өнеркәсіп дамыды. Өнеркәсіп төңкерісі орын алды, иә? Техникалық жаңалықтар ойлап табылды. Молодец. Ал келесі, сыртқы саясаты. Сіздер сыртқы саясатына қатысты, иә, тұрыңыз. Қай жерде жолы болды? Европа, Мәскеуде. Мәскеуде екі адам өртеген. Біріншісі Тоқтамыс деген Алтын Орданың билеушісі ғой, иә? Тоқтамыс, ал екіншісі Наполеон өртеген жалпы. Отырады. Ал сіз айтыңыз. Да, айтып қойдым ма? Дұрыс, молодец. Дұрыс, мемлекеттік төңкеріс болды, иә? Сіз? Наполеон кезінде ол халық көркейіп, ол кезде сол қолмен байланысты заттарға болады, оған Наполеон халық ақша арқылы көмектесіп оларға. Дұрыс, молодец. Сосын оларда 3 консул
болды да, оның біреуі Наполеонның өзі болды, ал екеуін Наполеон өзі басқарып. Дұрыс. Және де Наполеон жаулап алған жерлерінде нені жойған? Феодалдық құрылысты жойған. Және нені дамытқан ол? Капитализмді, нарықтық қатынастарды дамытқан еді. Жалпы осындай Наполеонның несі болды? Ерекшелігі басқаруында. Ол Наполеон ешқандай бұрынғы Бурбон әулетінің ұрпағы емес, бірақ соған қарамастан қолбасшы бола тұрып, не құрды? Империя құрды. Анау-мынау адамның қолынан келе бермейді, иә? Дұрыс па? Мысал үшін бізде осыған сәйкес, мысал үшін Наполеонға ұқсаған қазақтарда бір тұлға бар ғой. Ол тұлғаның аты кім еді? Египетке барып, құл ретінде барып. Қайдағы Шырақ? Жоқ, ол құл ретінде оны қыпшақ жеріне әкетіп қалып, сосын ол бүйтіп Тұр жауап бер. кейін ол дәрежесі өскенде ол не болады? Хан болады, ұлы хандардың бірі болады. И қайтыс болған кезде жері сағынғаннан кейін қыпшақ жерінде қайтыс болады. Кім ол? Аты Қыпшақ жеріне қайтыс дүниеде өтеді, иә? Бұдан басталды ма сондай? Бұдан басталды. Ол Атырауда Беріш тайпасында дүниеге келген. Қыпшақ, Бейбарыс сұлтан. Бейбарыс деген. Аға? Бір дерек ол кетіп бара жатқанда өзінің қыпшақ жерінен тұқымды алып кеткен. Топырақ алып кеткен, иә? Сол топырақты жанынан тастамайды ол, иә? Өте дұрыс, молодец. Жалпы талқылау. Бұл жерде неліктен Наполеон билікке келді? Ал сіздер енді талдаңыздар. Сіздер айтыңыздаршы. Наполеон неліктен билікке келді? Неге қарсы шықты ол? Мен өз ойымды айта кетсем, Ол директорияға қарсы болды. Және де директорияға не істегісі келмеді? Барғысы келмеді. Ол не деді? Мынандай сөз бар ғой. Бір корейский дорамада бар. Бұлай дейді. Драконның құйрығы бойынша тауықтың басы болғаны жақсы дейді. Соған сәйкес ол билікке не істегісі келмеді? Барғысы келмеді. Осыған сәйкес ол билікті өзі басқарғысы келді. Келесі, Наполеон ішкі және әскери қатынастарға тең дәрежеде болды ма? жоқ, мен айтайын. Әскерide сәл төмен болған сияқты. Жоқ, әскеріне күштірек болу себебі ол. Әскеріне қатты қарап, сіз бағана өзінің сөзінде айтып кеттіңіз. Дұрыс, молодец. Ол әскеріне қатты қарау арқылы және де әскермен жалпы үнемі соғыста бірге жүргеніне байланысты әскерлермен бірге тамақтанған, әскерлермен бірге сұхбат әңгімелескен деген сияқты тең дәрежеде қарады. Өйткені ол да қарапайым әскер ретінде бастаған еді. Келесі, Наполеон империясының құлдырауына қатысты тұрақты соғыс қалай аталды? Ең соңғы соғыс. Өте дұрыс. Сол Ватерлоо шайқасына сәйкес Наполеон қайда жер аударылды? Наполеон неліктен биліктен бас тартты? Жеңілгеннен бас тартады ғой. Өйткені әрбір билеуші жеңіліп қалғаннан кейін биліктен бас тартады. Не үшін? Қарапайым халықты қырып алмау үшін. Қарапайым халық, оның себебінен қарапайым халық қиналуы мүмкін ғой. Соны қиналмасын деп, ол биліктен өзі бас тартады. Жеңілгеннен кейін бас тартқан еді. Келесі. Жалпы бізде тағы да суреттер арасындағы айырмашылық неде? Айтыңызшы. Бірінші суретте ол қымбат киінген, әдемі киінген алған, соғысқа бара жатыр. Ол ең басты генерал екен көріп тұр. Екінші суретте ол қарапайым мына жақта соғыс
қыстың аязында соғыста жеңіліп өзінің еліне басын Бұл жерде біз екі Наполеонды көруге болады, иә? Біріншісі жеңімпаз Наполеон, екіншісі жеңілген Наполеон. Сол жерде жалпы жеңіліп, екіншісінде жеңіліп, мұнайып кетіп бара жатыр, ал біріншісінде ал екіншісінде қандай шайқас? Мәскеуде жаңағы отан соғысы, Ресейдегі шайқас. Сол шайқаста жеңіліп қалды, сөйтіп әлемдегі өздеріне қайтады. Дұрыс. Және де келесі аргумент келтіріңіз. Сабақта алынған білімге негізделе отырып, суреттердің шынайылығы туралы қорытынды жасаңыз. Қандай шынайылық бар бұл жерде? Жаңағы айтқан, бұл жерде біреуі жеңіске жетіп, кәдімгідей мақтанып тұрған суреті шынайылығы, ал екіншісі дұрыс. Молодец. Сонымен Наполеон ол тарихи тұлға ма? Дұрыс. Және де көп адамдар сол сияқты болуға әрекет етеді. Осы Наполеонға ұқсағысы келген 20-шы ғасырда бір тұлға бар. Ол Гитлер. Гитлер осы Наполеонға ұқсағысы келген. Наполеон сияқты Европаны түпкілікті өзіне тәуелді еткісі келген. Бірақ Наполеонның күйін кешкен. Ол да жеңіліп қалған, қай мемлекетке соғыс ашып, Сырға соғыс ашып, жеңіліп қалған. Және де екеуі де Мәскеуді жаулап алсам болды, Ресейді бағындырам деген. Бірақ Гитлер мен Наполеонда, бірақ Мәскеуді жаулап алғанымен де бағындыра алмаған. Енді Гитлер ол Мәскеуге жетпеді, ал Наполеон Мәскеудің ішіне кірді. Мәскеуді өртеуге мәжбүр етті. Бірақ соған қарамастан ол жеңіліп қалды. Ал енді келесі үйге тапсырма оқушылар жалпы эссе жазу үй жұмысы. Бірінші Наполеон империясының пайда болуы және құлдырау себебі деген тақырыпқа сәйкес эссе жазып бересіңдер. Бірінші кітапты жақсылап оқып аласыңдар және өздеріңнің түсінгендеріңді жазасыңдар. Бүгін барлығына Алла қаласа 10 балл қойып беремін. Жақсы қатыстыңдар, молодец, жарайсыңдар. Жалпы. Басқа сұрақтарың бар ма Наполеонға қатысты? Жалпы ол жерде көп, негізі ол жерде 20-дан көп болған. Сау болыңдар, аман болыңдар, бар болыңдар.